Assalomu alaykum шәкіртім. Siz bilan және Hakimiyattың 48 nizamı kitabının 1 nizamı hakkında söhbetimizi davam ettiremiz. Алдыңғы шығуларымызda biz айтып едік. Демек, басшы адамlardan ямаса басылық бізден жоғары тұрған лауазымлы шақсылардың алдын тосып қоймай, оларға бір жек көрінішлі яки олардың қалбінде бір қызғаныш сезімлерін оятып қоймастан, қандай ұсулар менен олардың кеуліне жол тапса болады ұқсаған сөздермен жұмақлап едік. Бүгін сол пікірімізді жұмақлауға әрекет етеміз. Білесіздер, 17-ші ғасырдың басыларында, орталарында ояну дәуірінде италиялық ұлы философ, математик, астроном Галилео Галилей жасап өткенлігінен һәммеңіздің хабарыңыз бар. Білесіздер, har қандай алым, ол да инсан, оның да шаңырағы болады, оның да мүтәжиклері болады. Har қандай өзінің іліми ісі қаржылай бағалануын қалайды. Әлбетте, бұл тұрмыста жасап қалу үшін, өмірді жасау үшін ол да қаржыларға мүтәж болады. Лекін алымлардың бақтына сол дәуірлерде алымлар қандайдыр бір жаңалықларды, ашылуларды ашса, сол заманның патшалары, бай ақсүйеклері оларға қаржылай пұл бермеген, сауға, бір қымбат бағалы нәрселерді сауға қылумен шекленіп қалған. Галилео Галилей Юпитер планетасының 4 жолдасын ашқан уақытында, әлбетте өзі жаратқан телескоп арқылы оны көріп ашады. Осы ашылуға байланысты кітабын пұллай қаржыландыру үшін, яғни заманауи тілмен айтқанда, сол ілми мейнетіне гонорар алу үшін Медичилар шаңырағына, яғни бір сөзбен айтқанда, сол уақытында Италияны Медичи әулетлары тақта отырған болады. Сол кісілердің тағдыры менен байлайды. Яғни 1610 жылы Галилео Галилей Юпитер планетасының 4 жолдасын анықлаған уақытында, сол уақытында тақта Медичилар ұрпағының Козимо II ісімлі әулады отырған болады. Демек, бұл әулеттің баслану тарихы 1540 жылға барып тақалады. Козимо I оның тикарын салады, һәм әулетлары бүгінгі күнде елеп отырған болады. Һәм Галилео Галилей сол өзінің іліми ашылуларын ашқан уақытында Козимо II тақта отырған болады. Соншелі бір-біріне сәйкес уақиғаларды байланыстырады. Галилео Галилей сондай бір ақыллы іс тұтады. Сіздерге айтып беремен, іліми кітабын алып барған уақытында сол патшаға көрсеткенде іліми мейнетлерін ол сондай айтып айтады. Демек, Козимо I-нің, бұлардың әкесінің, қазіргі отырған Козимо II-нің әкесінің 4 баласы болады. Яғни айтқанда, Козимо II патшаның 3 інісі болады. Өзімен қосқанда 4 болады. Соншелік ұқсастық сәйкес келіп қалады. Юпитердің де 4 жолдасы ашылады сол уақытында. 4 ай Юпитердің атрапында айланатыған сол 4 жолдасы анықланып қалады. Бұл уақияны ашқан уақытында ол сол дәрежеде жеткіздіріп береді Козимо II-ге. Бұл сіздің гербіңіздегі, сіздің сол сұлалаңызға, жаңағы ұрпақларыңызға тиесілі болған, әулетларыңызға, ата-бабаларыңызға тиесілі болған Юпитердің белгісі. Олар білесіздер, сол заманларда Италияда олардың дінінде сондай сенімдер бар. Ең ұлы құдай деп Юпитерге сенген, һәм өздеріне белгі қылып, эмблема етіп алған екен Юпитер құдайын. Бұл Юпитер дейді
сіздердің ұсталаңыздың негізі атырапындағы 4 жолдасы болса, сол қазіргі отырған мінекей сіздер 4 туысқанның белгісі. Бұл сіздердің мәңгі екенлігіңізді көрсетіп тұрды. Бұл құрдан құры сәйкестік болып қалған жоқ бұл жерде. Ешқандай бір тосаттан болған нәрсе емес. Бұл хақиқаттан сіздердің шаңырағыңыздың ұлы екенлігін білдіреді. Бұл ашылу өзінен өзі жүз берген жоқ деп байланыстырып қояды тағдырын. Нәтижеде Козимо II Галилео Галилейдің минетлерінен өзіне пайда алғанлығы үшін һәм өзінің ұлылығын көрсетіп бергенлігі үшін онdan қуанышлы болады. Нәтижеде сол сарайға ілми бөліміне ілми істері бойынша тиісті лауазымға отырғыздырады һәм өмірінің ақырына шейін Галилео Галилейді пұл, қаржылай гонорарлармен сыйлап қояды. Бұл ісіменен біз қандай жұмаққа келуіміз мүмкін? Дұрыс, біздің халықта сондай бір қарсы кері пікірлер жүреді. Бұл жағымпаздықты білдірмейді ме, жағынуды білдірмейді ме лауазымды шақсыларға дегенді. Енді сіздер не деп ойлайсыздар? Тарих Медичилерді еслеп жатыр ма, яки Галилео Галилейді еслейді ме? Сондай ұлы инсан, философ, математик, астроном, сондай шешімді қарарды қабыл етіп, өзінің ілми ісін сондай бақалата алған екен, не үшін бізде сондай ұсулардан пайдаланып көрмейміз? Ядыңызда болсын, Роберт Гриннің Хакимияттың 48 низамы кітабындағы бірінші қағидаға егер тыңлайтын болсақ Роберт Гринді, біз басшы адамларға алдын тосып қоймауымыз керек. Керісінше, оларды еледі жарқынырақ, оларды елерек жұлдызы парлап атырғандай қылып көрсетуіміз керекпіз. Енді біздердің заманамызға бұны масастыратын болсақ, біз сондай жол, нәзік жолын табуымыз керекпіз. Сіздің пікіріңіздегі идеяңызды егер айтпақшы болсаңызлар, сіздің сол бастығыңыздан келіп шыққандай, яки оның аузынан шыққандай етіп жеткіздіріп беруіңіз керексіз. Яғни айтқанда, ол ұлығлану керек. Сізде қандай да бір пікір болатын болса, сол пікіріңізді сол дәрежеде жайластырың. Нәтижеде оның кейінгі болатын нелерінде, мына жұмақларында ол кісі ұлығлансын. Яғни айтқанда, сіз емес, ол ұлығлансын. Сол уақытта сіздің айтқан идеяларыңыз, пікірлеріңіз өзіне өз әмелге асып кете береді. Табиғи бұл біздердің заманамызда да бар. Басшы лауазымдарға жағымпаздық ету, олардың атыменен сөйлеу, пәленше аға сіздің айтқаныңызды етіп істедім дегенге ұқсаған сөздерді істетіледі. Қазіргі біздің заманамызда да сондай сөздер істетіледі. Бұл надұрыс пікір емес. Бұл дұрыс пікір. Басшыларға құрметті білдіреді бұл да. Өзіңізге керекті жұмақты шығарасыз деп ойлаймын, құрметті шәкіртім. Саламат болың.